мақал-мәтел, халықтың даналығын баққа қалдырған өсиеті, өмір сүру әрекетінің ережесі. Мақал-мәтелдер аз сөзбен терең ойды білдіреді. Олай болса, сіздерді бүгін мақал-мәтел жұмбақтар білгірлері атты сайысымызға көруге қуаныштымын. Ал енді ортамызға біздің ойыншыларымызды шақырайық. Біздің тобымыздың капитаны Кирилл. Кирилл өзінің тобын таныстырып кет. Бақытты сұрға ұранымыз биік шығамыз, кеудеттен қорықпаймыз. Ал енді біз өзіміздің ойынымызды бастамас бұрын сәл сіздермен мыйға шабуыл жасаем. Прежде чем начать нашу игру, давайте мы сделаем небольшой мозговой штурм. Скажите, а как они дошли до наших дней? Их записали, говорит Катя. Еще. Артем, а как они дошли? Их записали. Кто записывал? Люди. Кто записывал их? Те, кто изучают язык, да? Хорошо, ребятки, спасибо. Итак, мы немного разминулись, а теперь начинаем нашу игру. Наша игра будет состоять из нескольких раундов. Играть мы будем с вами, ребята, виртуально с нашими родителями. Значит, у нас будет команда родителей и команда наших знатоков. Итак, наш первый раунд называется «Мақалдың жалғасын тап». Итак, первый раунд. Против нас понять, вспомнить пословицу и закончить. Так, вы готовы? Да. Отан, от тамаша. Білім басы бейнет. Тамаша. Дос жылатып айтады. Так, еңбек. Тамаша. Отан. Оттан да ыстық. Жақсы. Алтын алма. Білім ал деді Матвей. Өте жақсы. Так, еңбек адамның сәні. Ал басқа біздер мақал-мәтел бар. Еңбек адамның екінші анасы деген мақалда білеміз, иә? Жалған достан жау артық. Тамаша. Так, көз қорқақ, қол батыр. Балалар, міне біз сендермен тамаша. В конце нашей викторины мы посчитаем и узнаем, кто же у нас победил. Команда родителей виртуальных игроков или команда наших маленьких знатоков. Хорошо. Итак, теперь начинаем второй раунд. Итак, второй раунд. Значит, называется «Сөз-жұмбақ». Против наших маленьких игроков играет наша родительница.
Сәлем, кішкентай білгілер. Қазір мен сендерге жұмбақтар жасырамын. Дайынсыңдар ма? Ендіше мұқият тыңдаңдар. Бірінші жұмбақ. Қар жауады, боран соғады, адамдар жылы киінеді, балалар аққала жасайды. Кім біледі, кім айтады, бұл қай кезде болады? Енді екінші жұмбақ. Көзі қысық, тұмсығы пұшық, құйрығы ұзын, өзі пысық. Қане, кім айтады ол не? Енді үшінші жұмбақ. Ол қыстап қалады, қанаттарын қағып ұшады, төсі сары, өзі кішкентай. Ол не? Енді төртінші жұмбақ. Ол ақ, жұмсақ, үлпілдек. Жерде ағашта үйдің шаратында жатады, басын сықырлайды.